Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді тайский салатын дайындайтын боламыз. Менде бұл қоспалармен 2 тарелка шықты. Егер көбейтіп жасаймын десеңіздер, қоспаларын көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Алдымен менде осындай 3 қияр болды. 3 қиярымды жақсылап жуып, оны осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзынша етіп турап аламыз. Енді тураған қиярымызды ыдысымызға салып, оның үстіне 1,5 ас қасық тұз салып, және оған суымызды құйып, 10 минутқа қойып қоямыз. Енді осындай бір сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Енді турап болған сәбізіміздің үстіне азырақ тұз сеуіп, оны жақсылап мыжып 20 минутқа қойып қоямыз. Енді қызанағымызды да осылай турап аламыз, және бұның арасындағы бос жерлерін алып тастасаңыздар да болады. Енді қиярымыздың суын төгіп, қызанақтың үстіне қиярымызды саламыз. Енді болгар бұрышын осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай 3 бұрышты етіп, оны да турап аламыз.
Турап болған болгар бұрышымызды табамызға май құйып, қатты отта емес, жай отта жайырақ қуырып аламыз. Енді піскен етімізді осылай турап, жаңағы қуырып жатқан болгар бұрышының үстіне салып 5 минутқа қуырып аламыз. Егер қуырмасаңыздар да болады, осылай дайын піскен күйінде де турап қоса берсеңіздер болады. Мен енді оны 5 минутқа қуырып жіберемін. Міне біздің қоспаларымыздың барлығы дайын болды. Енді сәбізімізді саламыз. Оның үстіне бағанағы қуырған болгар бұрышымыз бен етімізді салып қоямыз. Ендігі кезекте дәмдеуіштерін дайындайтын боламыз. Алдымен бір ыдысымызға сарымсағымызды жақсылап майдалап турап аламыз. Және оның үстіне паприка, қара бұрыш, кориандрымызды салып, және оның үстіне пісте майымызды құйып, қызып тұру керек. Ол майымыз қызып тұрған пісте майымызды құйып, соевый соусымызды құйып, жақсылап араластырып, жаңағы салатымыздың бетіне құятын боламыз. Егер сіздер бұлай жасамай, бірінші соевый соусты құйып алып, кейін оның үстіне, приправалардың үстіне қызып тұрған майды құйсаңыздар да болады. Міне жақсылап араластырып, оны салатымыздың үстіне құйып, салатымызды астынан үстіне қарай жақсылап араластырамыз. Сонда бізде өте керемет дәмді салат шығады. Міне біздің салатымыз да дайын болды. Менде осындай 2 тарелка шықты. Егер көбейтіп жасайтын болсаңыздар, қоспаларын көбейтіп жасайсыздар. Керекті қоспаларды описание бөліміне жазып қалдырып кетемін. Көріп тұрғандарыңыздай, дастарханның көркін ашатын, қонақтарыңыздың алдына ұялмай қоя берсеңіздер болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеле кетіңіздер, және өздеріңіздің достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Комментарий бөліміндегі қоңырауша бөлімін басып қойсаңыздар, менің каналымнан түрлі рецепттерді көре алатын боласыздар. Бізге ас болсын, сау болыңыздар.